Ассаламу алейкум достар, сіздермен бүгін морковный пирог жасаймыз. Ол үшін бізге морков, ұн, ішіне разрыхитель қосып қойған бір қасық, лимонның цедрасы, сахар, сұйық май және де 3 жұмыртқа қажет. Ал бисмилля бастаймыз. Ең бірінші жұмыртқамызға 200 грамм сахарды қосып жақсылап араластырамыз. Жақсылап араласқан соң 4 ас қасық сұйық майымызды қосып араластырамыз. Жақсылап араластырған соң лимонның цедрасын қосамыз. Бұл жерде 1 лимонның сырты, оны да теркадан жақсылап өткізіп аламыз алдын ала осылай. Осы пирогтыға ерекше дәм беретін осы лимонның цедрасы. Және де 180 грамм морковымызды қосамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін соңында ұнымыз бен разрыхителімізді қосып, араластырып 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Осы қоспанға қалауларыңызша негізі жер жаңғақ, сонда орехтерді қоссаңыздар болады, бірақ менде болған жоқ. Қоспаным дәмі өте керемет шығады. Мендегі форма 26 диаметрлік пирогтың формасы, ішін кішігірім майлап алдым. Сол қалыпқа салып, духовкада пісіріп аламыз. Әркімнің духовкасы әртүрлі. Шпажкамен тексереміз пирогтың пісіп-піспегенін. Шпажкамыз сухой болып шықса, яғни пирогымыз пісті. Ал егер шпажкамыз сухой болып шықпаса, онда кішкене ұстаңыз. Егер беті күйіп бара жатса, онда духовкамызды жайға қойыңыз. Менің духовкамда бұл 20 минутта пісіп шықты. Мінекей біздің пирог пісіп шықты. Менің духовкамда 20 минутта пісіп шықты. Лимонның цедрасы болғаннан кейін иісі деген мүңкіп тұрады және ерекше дәм беріп тұрады. Қалауларыңызша бетіне сгущенка мен майдан крем жақсаңыздар болады. Сахарный пудра сепсеңіздер болады. Өте жұмсақ ас болсын. Жасап көріңіздер.